Сәлем достар, бүгін біз сіздермен дастарханыңыздың көркін ашатын сәнді сәукеле нанын пісіреміз. Ол үшін бізге сүт қажет, сары май, жұмыртқа, ашытқы, тұз және ұн қажет болады. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып алып, үстіне сары майымызды саламыз. Сары май бөлме температурасында болғаны дұрыс. Үстіне ашытқымызды салып, тұзымызды салып, жұмыртқамызды салып, ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ыдысымыздың бетін жауып, 2-3 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Осы уақытта біз сәукелеміздің формасын дайындаймыз. Ол үшін мен үйдегі осындай қағаздан жасалған пакетті пайдаландым. Жан-жақтарын кесіп, степлермен бекітіп, сәукеленің формасын жасадым. Бұл форманы біз духовкаға салатын болғандықтан күйіп кетпеу керек, сол үшін сыртын фольгамен қаптаймыз. Фольганың сапалысын қолданыңыздар. Мендегі Фрекенбок фирмасынікі сапасы ондай қатты ұнамады. Мінекей осындай формамыз дайын болды. Сонымен қатар формамыздың ішінде фольгамен толтыру керекпіз. Форманың дұрыс ұстап тұру үшін. Қыздар сыртын сұйық маймен майлап аламыз. Ашқан қамырымызды осылай жайып, форманың қалпына келтіреміз. Осылай қамырымызды кесіп аламыз. Және де жаңағы дайын болған формамызға қаптап шығамыз. Басындағы өрілген формасын келтіру үшін қалған қамырымыздан осылай дөңгелек етіп форманы жасаймыз. Өре отырып формасын жасаймыз. Формамызды жұмыртқаны жағып, бетіне кунжутты сеуіп, алдын ала қыздырылған пешімізге 180 градусқа салып, 20-25 минутта пісіріп шығамыз. Мінекей сәукеле нанымыз дайын. Ас болсын. Егер рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.